Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге аналитика қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Яғни білесіздер, бір елден арзан қалып, екінші елге қымбатқа сату. Яғни біз қай елден арзан аламыз и қай елге қымбат сата аламыз. То есть Қазақстаннан егер USDT арзан болса, Қазақстаннан USDT сатып алып, оны басқа елге апарып сату. Не болмаса басқа елде USDT арзан болса, оны бізде Қазақстан банктері арқылы сол елге ақша жіберіп, банктер не болмаса платежка, не болмаса басқа да заттар арқылы ақша жіберіп, и ол жақтан USDT сатып алып, оны Қазақстанға әкеліп шығару. Яғни бір сөзбен айтқанда, біз қай жақтан алсақ та арзанға алып, оны қымбатқа сатуымыз керек. Сол жерден біз былайша айтқанда пайда көреміз. Біз енді қай жақта арзан, қай жақта қымбат екенін білу үшін не істеуіміз керек, қалай білуіміз керек, ол үшін міне P2P-ға кіреміз. Білесіздер, мен сіздерге международный связканы басқаны көрсеттім. Төбесінде KZ деген тұрады, например, қазір 455-те 75-тен тұр. Например, 455 деп есептей салайық, ол 455 мың теңге, $1000, Енді біз, например, басқа елдерді көретін болсақ, мысалға, уже евро болмаса ДЗТ-ға, болмаса басқа да валюталарға ауыстырсақ, яғни басқа елдің нарығына кіреміз, яғни сол елге ақша USDT-мізді сатамыз, былайша айтқанда. Енді оны нақты білу үшін, қай елде қымбат екенін білу үшін біз барлық елді көріп шығуымыз керек. Яғни барлық елді көріп шыққаннан кейін оның мүмкіндіктерін көріп шығуымыз керек. Ол үшін соның бәрі қай елдің валютасы қандай екенін білу үшін біз валюта курс дегенге кіреміз, яғни Google-ға кіреміз бірінші. Google-ға кіреміз, Google-ға міне валюта курс деп жазамыз. Осылай міне Қазақстан доллар деп тұрады. Сол кезде біз аламыз да Қазақстан дегенді мысалға ең бірінші басынан бастап келеміз. Не, австралийский доллар деп тұр, осыны басамыз. Значит, AUD деп тұр, осыны біз Binance-ға апарып жазамыз. Яғни осы елге сатып көрсек қалай болады біз. Енді Binance-ға кіреміз. AUD. Осылай басамыз. Кірмей қалды. Вот кірді. Енді қараңыздар. Осы жерде бұл елге біз қалай сата аламыз деген сұрақ. Мысалға, например, ол елге біз сататын болсақ, не болмаса сол елден сатып алатын болсақ, так, ол елдің банковский перевод дегендерін қарай берсек болады. Осы купить деп көре салайық, например. Одан кейін біз за криптаға, например, $1000 деп жазамыз. $1000. Яғни біз $1000 сатып алғымыз келеді. 1550, 1500, яғни австралийский доллар біз оларға жіберу керек екенбіз, Енді соны мына жерге жазып көреміз. $1550. Ол бізде, яғни $1000 сатып алу үшін, 1000 австралийский доллар жіберу үшін, ол жаққа біз $1024 жіберуіміз керек екен. То есть, бұл бізге невыгодно, ол жақтан сатып алатын болсақ, Уже біз $1024-ға, былайша айтқанда, біз 1000 USDT сатып аламыз деген сөз. Ол өте тиімсіз. Значит, біз бұл елге не істеуіміз керек? USDT-мізді наоборот сатуымыз керек. Біз өзіміз Қазақстаннан, как положено, Кассибанктен USDT сатып ала береміз, және де ол елге австралийский долларға сатуымыз керек. Яғни қызыл жаққа өтеміз. Как тейкер ретінде. Вот. Осы жақта енді тоже банковский переводны кіре салайық примерно. Вот. Енді біз 1000 USDT. 1000 USDT-ді сататын болсақ, олар бізге ақша аударып беру керек. Біз оларға қандай банкті көрсетеміз, сол бұл жерде қызығы. Енді олар бізге 1480 австралийский доллар аударып береміз дейді. 1480, ол көреміз, пайда бар жоқ. Жоқ, бізге келсе, егер $978 болып қалады екен. Бұдан да, былайша айтқанда, пайда жоқ. Бұдан енді шығып кетеміз. Значит, бұл елде бізде алып сататын болсақ, бізге ешқандай пайда алып келмейді, Бұны түсіндік. Енді біз бір ғана елде емес, мына жақта қаншама елдер бар, соның барлығын көруге тиіспіз. Азербайжанский монета дейді. Соның ішінен көп созбай алжирский динар дегенді көрсетіп кетейін мен сіздерге. Алжирский динар, например, біз $1000-ды Binance-ға кірейік. Мысалға, алжирский динарға ауыстырамыз.
ДЗТ деп белгілейміз, яғни алжирский динар. Солай ғой, да? ДЗТ. ДЗТ-ны белгіледік, и енді осы жаққа біз сатсақ, яғни бұл жақта USDT-дің бағасы өте қымбат. Енді осыған сатып көреміз. Мысалға бізде 455 мыңға сатып алған 1000 USDT-міз бар. Соны 1000 USDT-ге сатсақ, 1000 USDT сатсақ, бізге 211.260 алжирский динар береді екен. Яғни енді оны біз жазып көреміз. Мына жақтан 211.260 динар береді екен. Ол бізге келген кезде, яғни біз оларға 1000 USDT берсек, бізге 211.260 динар аударады. Ол динар бізге автоматом виза конверт арқылы $1558 болып келеді. Яғни біздің $1000 үстіне $1558 болып келеді екен. Қазір курс қанша? 451-ден болатын болса, калькуляторге салып көрейік. 1558, 1558 көбейтеміз, 451-ден тең. Ол 702 мың теңге. Яғни 455 мың теңгеге сатып алған нәрсемізді біз 702 мың теңгеге саттық деген сөз. То есть сата аламыз деген сөз. Біз әлі варианттарын тапқан жоқпыз. Мысалға, енді мен сіздерге көрсетейін. Бұған енді біз қалай сата аламыз? То есть біз мына жерде, например, мына банкке продать деп берсек, бұл банктен бізге ақша аударыла ма, аудара алмай ма? Сол қызық, иә? Бізге бұлар ақша аударып бере алмайды. Бұл жердегі проблема сол. Иә? Неге осы уақытқа дейін істемейсіңдер деп айтуларыңыз мүмкін, өйткені бұл жерде өзінің бір проблемасы бар. Енді бұл проблеманы біз шешуіміз керек. Оны қалай шешеміз? Қараңыздар, енді біз способ оплата, яғни профильге кірсек деп болады. Профильге кірсек, біз осы жерде осы елдің банктері, қандай банктерді қолданады? Бұл елдің банктері біздің Қазақстандағы банктерді қолдана ма? Вот бір қарап алайық. Мына жерде біздің қарауымызша біздің елдегі банктерді қолданбайды, бірақ біздің елдегі платежкаларды қолданады. Мына жерде мысалы Wise деген приложение қолданады. Сол арқылы алып келсек болады екен, бірақ та ол арқылы алып келетін болсақ, біз бәрібір де Wise-пен көп жұмыс жасай алмаймыз. Өйткені блокқа кетіп қаламыз. Сондай жағдайлар болады. Сондықтан да Wise-пен көп жұмыс жасай алмағандықтан бұл бізге не вариант былайша айтқанда. Осы жерде мен сіздерге нақты көрсететін болсам, Араб банк бар. Бұл бірақ Араб әмірліктің Дубайдан барып ашып келу керек, мне кажется. Бірақ бұл да бізге ашпайды Қазақстан азаматтары үшін. Оны да біз білмейміз. Бірақ мына жерде бізде Почта банк деген бар. Почта банк бұл Россияның банкі. Почта банк бізге ашып бере алады. То есть осы банкке барып аштатуға болады. Бірақ қазір мен сіздерге көрсетемін, Почта банкке бұлар сатып жатыр ма, сатып жатқан жоқ па? Міне, орыстар кәдімгідей жұмыс істеп жатыр. То есть Почта банкпен мына елде, то есть динар, то есть Алжирияда отқан адамдар Почта банкке былайша айтқанда өздерінің USDT-ларын сатып алып жатыр. Почта банк арқылы былайша айтқанда. Вот. Россияның азаматтары сатып жатыр, бұлар сатып алып жатыр. Вот. Мысалға продать деп көретін болсақ, бұл жақтың өзінен қанша? Бұл жерде енді курс ойнады, иә? Мысалға $1000. $1000 ол 211.220 екен. Кішкене ғана ойнайды екен. 220. Ну, сол жобада 211.220. Вот сол екен, в принципе, қатты өзгеріс жоқ екен. Вот. Обновление болса, может, бір $10-20 түсетін шығар. Жалпы солай, көрдіңіздер ме? Почта банктен. Значит, бізде Қазақстанға келетін ешқандай мүмкіндік жоқ. Значит, бізде Почта банкке жіберуге болады екен. Почта банк ол Россияның банкі. Яғни Россияға барып шот ашып кеп, Россиядан Қазақстанға, яғни бір ел арқылы емес, бірнеше елдер арқылы өткізуге де болады екен. Мысалға, көп жағдайда Россиямен болсын, басқамен болсын, яғни Европа жақтарымен болсын, связка іздеген кезде негізі солай іздейсіздер. Мысалға, сіз бір елден қымбатырақ көріп қалдыңыз, сол елден Қазақстанға ақшаны алып келу үшін, Қазақстанға прямой ешқандай да мүмкіндік болмаса, сіздер онда қандай жағдай жасайсыздар? Оны Өзбекстанға алып келіп көресіздер, то есть визуальный көресіздер, да? Өзбекстанға алып келсем, қандай банктерге алып келуіме мүмкіндік бар? Өзбекстанда жоқ, значит, Қырғызстан, значит, Тәжікстан, білмеймін, Түркияға болмаса басқаға.
сол Түркия арқылы через Қазақстанға деген сияқты басқа елдер арқылы айналдырып табуға тырысыңыздар. То есть айтайын дегенім, осылай іздеп көрсеңіздер неше түрлі. Бұл енді алжирский вариант, бұны біз өзіміз де таппай жатырмыз. Былайша айтқанда жолдарын пошта банкпен мүмкіндігі шығып тұр, бірақ олар прямой мына алжирский динар жіберетін болса, ол конвертация бола бермейді негізінде да. Бұлардың негіз басқа жолмен істеп жатыр, бірақ біз оны әзірше біліп жатқан жоқпыз. Сондықтан да сіздер бұған ғана қадалып қалмай, жалпы бұдан да басқа түрлерін көрсеңіздер болады. Яғни мен сіздерге көрсеткім келеді, мына жерде қаншама валюталар бар, міне до конца. Осы былайша айтқанда дүние жүзі бүкіл елдің валютасы бар. Осы елдің валютасын барлығын арқылы көріп, доллармен, евромен, мысалға сіздер мына жерде мен қазір доллармен ғана көрсетіп жатырмын, то есть ол елдің валютасымен ғана көрсетіп жатырмын. Доллармен көріңіздер, әр елдің валютасымен көріңіздер, евромен көріңіздер, және де басқа да монеталармен көріңіздер жалпы. Солай іздеген кезде осындай бір үлкен ізденістердің арқасында былайша айтқанда бір связкалар тауып алуға болады. Мысалға сіздерде Грузиямен не болмаса басқа жақпен связка шықты десе, сіздер аласыздар да, мына жерде көре саласыздар. Грузинский бірдеңке деген сияқты осы жерден кіресіздер. Мысалы Белоруссияны көре салуға болады. Жалпы әртүрлі нелерді көре беруге болады. И осы жақтан кіресіздер де пайда беріп тұрған жоқ, сразу білесіздер. Бірақ тағы бір моментті ескерте кетейін. Мына жақтағы, яғни Google-дағы курстардың барлығына сенуге болмайды. Олардың барлығы примерно көрсетеді. Сіздер, яғни мен сіздерге көрсеттім, алдыңғы сабақтарда да жалпы сіздер Visa Directпен көрулеріңіз керек. То есть бұл жақта сіз точно көре аласыз. Например, мына жақта, например, $1000-ға сіз қанша, то есть ақша ала аласыз. То есть қазіргі курс қандай болып жатыр, соны нақты біле аласыз. Мысалға, Visa конверті білесіздер, $1000-ға міне 451.800 теңге болып тұр. То есть нақты көрсетіп тұр бұл жақта. Егер де басқа, мысалға, қалай істем болады, егер мысалы Индонезияның рупии болатын болса, осы жақта, например, 100.000 дей салайық, 100.000 болатын болса, 100.000 болатын болса, ол қанша теңге болады? 3014 теңге. Ал Google-мен көретін болсаңыздар, ол басқа. Қазір. Индонезия рупий деген тауып аламыз. Осымен көрген кезде бізде 100.000 100.000-ды көрген кезде теңге қайда? 100.000-ды көрген кезде мына жақта 3.000 көрсетіп отыр. Ал мына жақта нақты көрсетіп жатыр. Қараңыздар. Нақты 3.014 теңге. 14 теңге. Жалпы бұл мемлекетпен бір 14 теңге разница болып тұр. Бірақ та басқа да елдермен қараған кезде, мысалы Белоруссиямен басқа да елдермен салыстыратын болсаңыз, кәдімгідей 10-20%-ке дейін кәдімгідей разница ойнайды. Сондықтан да негізі сразу осы Visa конверттен көрген дұрыс. Visa конверт ол Visa деген ол бір бөлек былайша айтқанда компания да. То есть осы Visa арқылы кез келген мемлекетте осы арқылы ауысады, былайша айтқанда доллар болсын, басқа болсын, бұның өзінің курсы бар да. Нақты қай елде болсын, нақты өзінің сайты болғаннан кейін нақты өзі шығарып беріп отырады. Жалпы бұған қарап нақты есеп білуге болады. Солай жасайсыздар жалпы. Мысалы басқа елдерге ақша жібергілеріңіз келсе, сол елдің ақшасын бірінші мына жерге сумма деген жерге жазасыздар, сол елдердің IDR деген орнына сол елдің валютасын жазасыздар, және де теңге болса, сіз теңгемен жіберейін жатқан болсаңыз, теңге болмаса, например, доллармен жіберейін жатсаңыз, долларды былайдан таңдайсыз. Дәл қазіргі уақытпен сізге, дәл осы уақытпен сізге есептеп береді, қанша доллар жіберу керек сізге, например, міне 67 доллар жіберу керек, мысалға 100.000 IDR аудару үшін. Яғни сіз 67 доллар жібересіз, бірақ ол жаққа индонезийский 100.000 рупий болып түседі. Сонда нақты оған ақша болып түседі, ол нақты ақшасына сізге USDT бере салады. Сол сияқты өздеріңіз қалған валюталарды тексеріп, ақтарып, барлығын жасап, шұқылап, осы P2P-дің үшін барлығын
жасап көрулеріңіз керек. Былайша айтқанда бүкілін ақтарып жасап көрулерді кеңес беремін. Бүкілін барлығын прям көріп және де қайта және де бір способты көрсете кетейін. Например, мысалға бізде Россия рубльді былайынан таңдаймыз, одан кейін біз мына жерде фильтр емес, способ оплатаға кіресіз сақта болады. Способ оплатада міне осы жерде банктер тұрады, бүкіл банктер. Мына банктердің барлығы былайша айтқанда Россияда қолданатын Россияның банктері. Осыны скрин жасап аласыздар. Одан кейін Өзбекстанды көресіздер, мысалға өзбекский сум. Өзбекский сум дегенді басасыздар. Например, Өзбекстанда қандай банктер бар, оны да скрин жасап аласыздар. Осы банктердің біреуін сіздер Европа жақтан, Америка жақтан, Қытай жақтан деген сияқты жан-жақты бір жерден былайша айтқанда осы банктерді көріп қалсаңыздар, значит, сол банктен сіз шот ашасыз, болмаса сол банкте бір танысыңыз болса, сол банктер арқылы былайша айтқанда өткізіп алып беруге болады. Былайша айтқанда жолын табуға болады. Сондықтан да барлығын көруге тырысыңыздар, ешқашан аянып қалмаңыздар. Былайша айтқанда әрекет етсеңіздер, түбінде бір берекет болады. Сіздер даже біз таппаған связкаларды тауып алуыңыз мүмкін. Сондықтан да жалпы осылай аналитика жасайтын болсаңыздар, связка табу ол дымда қиын емес. Және де бір жақта естіп қалып жатсаңыздар, Италиямен связка, басқамен связка деген сияқты естіп қалып жатсаңыздар, сразу қарайсыздар да сол сөзді, кішкентай сөзді естіген үшін де ары қарай уже сол связканы тез тауып алуға болады. Сондықтан жан-жақпен связка қараудан ерінбеңіздер, ары қарай жасай беріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар. Сабағымыз осымен аяқталды.